20-ға дейінгі қосу және азайту. Екі таңбалы санға бір таңбалы санды қосып үйренеміз. Ондыққа ондықты қосамыз, бірлікке бірлікті қосамыз. Егер екінші қосылғышта ондық болмайтын жағдайда, тек бірлікке бірлікті қосамыз, немесе бірліктен бірлікті азайтып отырамыз. Мысалы, 19-дан 3-ті азайтамыз. 16. 14-ке 4-ті қосамыз. Бұл жерде екінші қосылғышта тек бірлік болғандықтан, бірліктерге бірлікті қосамыз. Ондық сол күйінде түседі. 1, одан кейін бірлікке бірлік қосамыз. 8, сонымен 18. Және осы үлгі бойынша жұмысты ары қарай жалғастырамыз. Жаттығып болғаннан кейін тапсырманы басынан бастап қойып, минутқа қойып, қанша минутта қанша мысал шығардық, өзіміз күнделікті жаттығамыз. Бұл сабақты толық көру үшін дәл осы тапсырмаға арналған бірінші сабақты көріп шықсаңыз болады. Ендеше іске сәт!